Ассалаумағалейкум достар, сіздермен кереметтей нұр арнасы. Бүгін біз достар YouTube желісін әрі қарай дамытудамыз. Достар, сіздермен видео салмастан бұрын айта кетерім достар, егер де сіздерге видео салу смартфон желісінен керек болса, біз екі түрде түсіретін боламыз. Қазір бірінші ноутбукпен және одан кейін смартфоннан көрсететін боламыз. Сізге бірден смартфон желісінен видео салу, қалай салу керектігі керек болса, видеоның ортасына айналдырып сол жерден бастап көрулеріңізге болады. Егер де сізге ноутбук желісінен көру керек болса, онда ноутбук желісінен қалай YouTube желісіне видео салу керегін бастайық. Алдыңғы видеоларда аватарка мен оформление өзіміздің шапкамызды қойған болатынбыз. Міне қараңыздар, осы шапканы қойғаннан кейін достар, енді бізде видео салу басталады. Каналға қалай видео салу керегін сіздермен бүгін талқылайтын боламыз. Достар, видео салудың тағы да екі тәсілі бар бізде. Ең бірінші, мына жерде бұрышта қараңыздар, камераны суреттіріп плюспен соған басамыз. Және де добавить видео деген бар. Бұл жерде добавить видеоны басқаннан кейін достар, бізде мынандай вкладкаға лақтыратын болады. Вкладкаға лақтырғаннан кейін екі тәсілі бар. Мысалға, видеоны окноны кішірейтіп, сізге керек видеоны, мысалға бізге мына видео керек. Мына видеоны былай мына жаққа лақтырасыз. Осылай лақтыру арқылы сіздің видеоңызды жүктеуге болады. Немесе екінші тәсілі бар. Екінші тәсілін сіздерге көрсетейік. Мына жерде создать дегенді басамыз қазір. Мынаны удалить етіп тастайық қазір. Міне достар, сіздерге екінші тәсілін көрсететін боламыз. Бұл жерде создать дегенді басамыз, добавить видео жанағындай, және де мына кнопкаға басатын боламыз. Стрелка үстіге деген. Кешіріңіздер. Стрелка үстіге деген кнопкаға басқаннан кейін жаңағы видеоны таңдайтын боламыз. Міне қараңыз. Осылай екі тәсілмен өзіңіздің видеоңызды жүктеуіңізге болады достар. Және де бірінші қалай саламыз? Мына жерде видеоның аты, бастапқы аты қалай көрінеді? Бұл жерде достар өте ойланған жөн достар. Бастапқы әріпі бұл өте маңызды болып табылады. Мысалға сіздің видеоңыз, мысалға біз айтайық, қазіргі мына салып жатқан видеомыз ең биік таулар. Бұл жерде достар ең биік таулар дедім де, таңғалмаңдар деп жазып жібердім. Бұл жерде таңғалмаңдар деген сөзі адамды өзіне тартады. Сол кезде сіздің видеоларыңызда өзіне тартып тұру қажет. Және де мына жерде описанияға өзіңіздің жаңағы видеода не қамтылған, соның бәрін жазып кете аласыз. Мысалға, ең биік таулар, бірінші Альпа тауы, былай, Эверест, Тянь-Шань деп барлық тауларды жеке-жеке жазып кетсеңіз болады. Және де астыға түсейік, бұл жерде сіз өзіңіздің видеоңызға фото қоя аласыз. Мына жерде превью деп аталады. Бұл превью қойып, өзіңіздің жаңағы бастапқы фотоларыңызды ауыстыра аласыз басқа фотоларға. Және де мына жерде өз видеоңыздың арасынан таңдап алуыңызға болады. Бұл жерде достар, өзіңізге видеоңызды неге кейбір заттар сұрақ қою мүмкін, неге қойылмайды қазір деп. Өйткені бұл жерде достар, сіз өзіңіздің каналыңызға телефон арқылы подтверждение, рұқсат беруіңіз керек. Содан кейін ғана сіз өзіңіздің видеоларыңызға превью қоя аласыз. Превью дегеніміз мына видеоңызға басқа картинкалар қоюыңыз. Достар, одан кейін мына жерде сіздің контентіңіз балаларға арналған ба, арналмаған ба, соны тіркейтін боласыз. Бұл сізге қазір қатты маңызды емес, табыс көзін табу кезінде бұл маңыздырақ болады. Мен бұл контент балаларға емес деп белгілейтін болам. Белгілегеннен кейін далені басамыз. Далені басқаннан кейін бұл жерде достар, бұл жерде видеоның соңына кететін заттар. Видеоның соңына кететін, мысалға добавить деймізде, мына жерде плюсты басамыз. Видеоның соңына мынандай концепциялар, өзіңіздің видеоңызға келетін бұрынғы видеоларды сақтауыңызға қойып қойыңызға болады. Мысалға, сіз видеоңызды көріп жатып, басқа біреу сіздің ең аяқ жағы болып қалған кезде, сіздің каналыңыздағы басқа видеоларға ауыса алады. Подсказкада бұл жерде сол пәрменді атқарады. Бұны қойғаннан кейін далені басамыз. Далені қосқаннан кейін мына жерде открыть доступ дегенді басамыз да, опубликовать дегенді басамыз. Қараңыздар. Бұл жерде достар, бәрін істеп болдық. Енді біздің видеомыз
қазір YouTube желісіне кірді. Қараңыздар, YouTube желісінде біздің видеомыз пайда болды. Бұл жерде описанияға қайтадан сведенияға кіреміз достар. Қараңыздар, сведения кіргеннен кейін мына жерде жаңағы біз жазған аты, барлық видеоның құрамындағы не жазылған соның бәрі жазылып тұрады. Қараңыздар достар, барлығы жазылып тұр. Не болса да мына жерде теги деген. Бұл теги деген достар ең маңызды жат YouTube желісіндегі теги дегеніміз маңызды жат. Неге дейсіздер ғой достар? Бұл жерде сіз қандай заттар жазасыз, соған байланысты достар, сіздің міне қараңыздар достар, ең биік тау деп жазам. Ең биік тау деп жазған кезде достар, енді адамдар YouTube желісіне ең биік тау деп жазады ғой достар. Бұл теги арқылы достар, ең биік тау деп жазады, менің видеом арқылы бұл жерде де ең биік тау деген шығатын болады. Достар, мысалға мен контент салып жатқан видеом ең биік тау сияқты тау жайлы болса, мен мына жерде барлық ең биік тау жайлы қамтитын боламын тегиде. Мысалға айтатын болсам, ең биік тау 2020, ең биік тау Қазақстанда, ең биік тау Ағылшында, ең биік тау Атырау облысында, ең биік тау Қарағанды қаласында, ең биік тау Алматыда деп барлық тегиларды жасайтын болам. Өйткені мысалға ең биік тау деп біреу жазатын болса, біздің видеомыз сол саты үстіге көтерілетін болады. Бұл теги арқылы сіздің жаңағы видеоларыңыз жоғарыға көтерілетін болады. Осы тегилар арқылы сіздің видеоларыңызға просмотр жиналады. Бұл да көмегі өте зор достар. Сондықтан тегиді міндетті түрде ұмытпай жазған дұрыс. Достар, осы мен сіздің мына жерде сохранить дегенді басасыз және де назад деп аямыз. Міне осылай сіздер өздеріңіздің каналдарыңызға видео сала алатын боласыздар достар. Қандай да бір түсінбейтін сұрақтарыңыз болса, каналға комментарияға жазып кетіңіздер, не болса да жауап беретін боламын. Ассалаумағалейкум достар, тағы да міне қазір смартфон желісіне сіздерге қалай YouTube каналға, сіздің өзіңіздің YouTube каналыңызға смартфон желісінен видеоны қалай салу керегін көрсететін боламыз. Бұл жерде достар, видеоға жаңа біз алдыңғы видеода қалай шапка YouTube каналдың қалай суретін өзгертуге болатынын көрсетсек, енді осы видеода видео салатын боламыз. Мына жерде видео салу үшін үстіңгі пәрмендерді қараңыздар. Біріншісінде лумпа тұр, екіншісінде камераның суреті тұр, үшіншісінде запистің суреті тұр. Сол камераның суретіне басамыз. Запистік емес, камераға басамыз. Және де бұл жерде бізде мынандай окошко ашылады. Мына терезе ашылады, бізде запись дегеніміз ол осы мәзірде запись жасап, соны сразу бір мезетте салу деген мағына. Ал трансляция дегеніміз тікелей эфирге кіру достар. Ал астында сіздің галереяңызда қандай видеолар бар, соларды жүктей аласыз. Міне достар, жаңа ғана маған астында көріп тұрсыздар, Батыр KZ деген жаңа ғана маған WhatsApp желісінен видео жіберді. Астында міне көріп тұрсыздар ма, 0.11 секунд деген. Ол өзінің айфонын біздің каналдан жеңіп алды. Сол айфонды мен қабылдап алдым деп Алматы қаласының бір ауылында тұрады, соған жібергенбіз. Сол қабылдап алдым деп, маған күтіп алдым деп видео жіберді достар. Мен жаңа ғана қазір міне 0.07 деген секунд болатындай видео түсірдім. Қазір оны сіздермен бірге салатын боламын. Ол үшін видеоны таңдаймыз. Және де мына жерде достар, фрагменттерді өзгерте аламыз. Бұл жерде видеоны қысқартамыз, міне қараңыздар. Өзімізге керек уақытта қысқартамыз. Және де мына жерде карандашты басып түсін әрлей аламыз. Міне қараңыздар, қандай түс керек бізге. Бізге осы түс ұнаса, осы түспен қалдырамыз. Сосын оны алып тастаймыз. Міне достар, названияға кірейік. Бұл жерде видеоның атын жазамыз. Бұл жерде видеоның атын ең биік тау шыңы. Ең биік тау шыңы дейік та, және бір таңғаларлық сөз жазайық. Топ 5. Міне топ 5 деген сөз бұл адамдарды өзіне қарай тартатын сөздер деп ойлаймын. Названия кішкене дұрыс қоюды ойланыңыздар кішкене достар. Адамдарды жаңағы тақырыбы өзіне тартып тұрсын. Описанияда, бұл жерде описания видеоңыз неге қатысты соған айналып кетесіздер. Мысалға айтатын болсақ, ішіне Қазақстан таулары. Және де бұл жерде открытый доступ дегеніміз барлығы осы видеоны шығарғаннан кейін барлығы көре алады. Бұл жерде сіз доступ по ссылке және ограничение доступ по ссылке деген ссылка арқылы ғана өтіп көре алады, немесе ограничение өзіңіз ғана көре аласыз. Бұл жерде открытый доступ қалдырамыз, өйткені бәрі көру үшін. Место дегенді бұл енді шарт емес, местаны жасау барлығын. Негізі Қазақстан дей салайық. Бұны не обязательно достар. Неде загрузить деген кнопка бассаңыз, барлығы жазып біткеннен кейін міне загрузка жүріп жатыр.
егер де сіздің видеоңыз көп болса, бұдан да загрузка көп болады достар. Міне қараңыздар, загрузка жүріп жатыр. Міне қараңыздар. Енді обработка жүріп жатыр. Обработка дегеніміз достар качествосын жақсартып жатыр деген сөз. Бұл жерде качествосын қазір жақсартады біздің YouTube каналымыздың видеосын. YouTube каналымызға салып жатқан видеоны. Міне достар, біздің видеомыз дайын. Бұл жерде атына қате кетсе де мән бермеңіздер, мен бұл жай сіздерге көрсету үшін салдым. Не биік тау деп, топ 5 деп. Жай сіздер үшін салдым, чтобы сіздер бәрін түсінсін деп. Негізі ең биік тау шыңы деп жаздым, мен қателесіп кеттім, және ренжімеңіздер үшін. Сіздерге көрсету үшін салдым. Міне біздің каналымыздың аты жазылып тұр. Қанша лайк, қанша дизлайк, қанша просмотр барлығы салынған. Және де уақыты жазылған. Міне достар, осылай өздеріңіздің видеоларыңызды салып, бір жақсы адамдарға ақпараттармен бөлісіп, өздеріңіз жақсы видеоларыңызды, Қазақстанды дамытатын видеоларды салып көрсеңіздер болады достар. Барлықтарыңызға сәттілік, бастаған істеріңіз тек қана оңды болсын. Аллах жар болсын достар. Келесі кездескенше достар, дидарласқанша достар.